қадірменді оқырман қауым. Биыл атақты ағартушы, ғалым Шоқан Шыңғысұлы Уәлихановтың туғанына 185 жыл толып отыр. Шоқан Уәлиханов қазақ тарихында терең із қалдырған ғалым. Ғалым өзінің қысқа өмірінде көп саяхат жасады. Көшпелі қазақтардың өмірі мен мәдениетті зерттеді. Қазақтың әйгілі ғалымы, зерттеуші ретінде терең мол мұра қалдырды. Шоқан Уәлихановтың өмірбаянын зерттейтін болсақ, қызықты көп мәліметтерге кезігеміз. 29 жылдан сәл аса өмір Шоқанның жасаған істерін қарасақ, адамды қатты таң қалдырады. Шоқан 1835 жылы қараша айында Құсмұрын бекеті, қазіргі Қостанай облысында дүниеге келді. Оның әкесі Шыңғыс Уәлиханов аға сұлтан полковник шенінде болған. Ол білімді адам болды және жергілікті фольклор мен күнделікті өмірді зерттеуге үлес қосты. Шоқан асыл тұқымнан шыққан. Оның атасы Абылайдың көптеген ұлдарының бірі. Туған кезде Шоқан Уәлихановқа Мұхаммед Канафия есімі берілді. Шоқан есімі оның бүркеншік аты. Бір нұсқасы бойынша анасы оны балалық шағында осылай лақап атпен атаған, ал екінші нұсқасы бойынша әжесі оны Шоқан деп атаған. Шоқан жастайынан әжесі Айғанымның тәрбиесінде болды. Әжесі Айғаным білімді, бірнеше тіл білетін әйел болған. Шоқан әжесі Айғанымның аузынан көптеген асыл аңыздар, жыр дастандар мен халық ертегілерін естіп өседі. Оның әжесі де, әкесі де баланың бойында өз халқының дәстүрлерін білуге және зерттеуге деген сүйіспеншілікті дарытты. Шоқанның балалық шағы далада өтіп, алғашқы білімін туған ауылында өз әкесі ашқан жеке мектепте білім алады. Ол бастауыш мектепте жүріп-ақ шағатай, араб, парсы тілдерін, сонымен қатар сурет салып, шығыс поэзиясын оқып, жақсы меңгереді. 1847 жылы 12 жасқа толған Шоқанды әкесі Омбыда орналасқан Себет кадет корпусына оқуға береді. Алғашқы кезде жас ғалым орыс тілін білмегендіктен көп қиналады. Бірақ уақыт өте келе ол өз жолдастарын басып озып орыс тілін жақсы меңгеріп алады. Ол сол жерде көп жолдастар алады. Солардың ішінде ең жақын жолдасы орыс ғалымы Георгий Николаевич Потанин болады. Георгий Николаевич Потанин өз жолдасы Шоқан туралы былай еске алады. Өзінің орыс жолдастарын басып өзіп, Шоқан тез жетілді. Оған талайлардың назары ауды. Ол сондай қабілетті еді. Ол оқуға түспестен бұрын оның сурет салатын қабілеті бар еді. Оның зерттеушілік қабілеті сол жерде кадет корпусында басталды. Ол саяхатқа қызығушылық танытып, бүкіл әлемге зерттелмеген Азияны, оның мәдениетін ашуға бет бұрды. Дәл осы жерде ол көрнекті ақындар, жазушылар, географтар, тарихшылар, әйгілі саяхатшылар мен шығыстанушылар арасында достар мен тәлімгерлер артты. Курсант ретінде Шоқан француз және неміс тілдерін үйренді. Тарих мұғалімі Ганцеевскийдің жеке жанашырлығының арқасында ол өзінің үлкен кітапханасына қол жеткізді. Оқып жүріп, жазғы демалыс кезінде ауылына келіп, ел аузында айтылып жүрген аңыздар мен дастандар және ертегілерді жинап, сонымен айналысты. Оның ең алғашқы жазып алған дастаны Қозы Көрпеш Баян сұлу болатын. 1853 жылы қарашада Шоқан оқуды аяқтады. Корнет атағын алып, империялық армия қатарына алынды. Шоқан Уәлихановтың одан әрі өмірбаяны алдын ала белгіленді. Бұл отбасылық дәстүрлер мен алынған білімге сәйкес келді. 18 жасында Шоқан Уәлиханов Батыс Сибирь губернаторы Гасфордтың қарамағында қызметке кірді. Ол іс жүргізуші және тарихшы ретінде қызмет етті. Жұмыста оған Омбы мұрағатынан толық рұқсат берілді. Ол тіпті оқу үшін түрлі тарихи материалдарды үйіне алып келуге мүмкіндік алды. Бұл зерттеушіге түрлі елдердің географиясы,
тарихы мен экономикасы туралы көп білуге көмектесті. 1855 жылы Гасфордтың атынан Шоқан штаттық алыс аймақтарға сапарға шықты. Ол Жетісуды, Қоқанды аралады. Сапарлардың әрқайсысы егжей-тегжейлерді сипаттады. Әскердегі қызмет оған ғылыми зерттеулер жүргізуге кедергі болмады, ал керісінше оған жәрдем берді. Сонымен ол Қашқариядағы барлау миссиясы